Қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында пиццериядағы пиццадан кем түспейтін, небәрі 7-8 минутта дайын болатын, қамыры өте жұмсақ, ең дәмді пицца жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны толық көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен сұйық массамызды дайындап аламыз. Жылы суға құмшекер, күнбағыс май және ашытқы қосып араластырып қоямыз. Бөлек ыдысқа ұнды електен өткізіп алып, тұз салып араластырып аламыз. Сұйық массамызды ұнға қосып, қамыр жасаймыз. Достар, каналымның дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Ол үшін тіркеліп, лайк бассаңыздар болғаны. Мінеки жұмсақ қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 20 минуттан кейін алып, көтерілген қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлікті біраз қасық күнбағыс майымен майлап, қайтадан сол табаққа салып, бетін жауып тағы бір 10 минутқа қоямыз. Шұжықты дөңгелектеп турап дайындап қоямын. Міне қараңыздаршы, қалай көтерілгенін. Жұмсақ. Енді осы әрбір бөлікті пергамент қағазын төсеп, соның бетіне қолымызбен жайып шығамыз. Қолымызды майлаудың, ұн себудің ешқандай қажеті жоқ. Пісу барысында қамыр көтеріліп кетпес үшін мен видеодағыдай шанышқымен басып өтемін. Бетіне кетчуп майонезді жағып шығамыз. Ірімшікті теркадан өткіземіз. Одан кейін бетіне жаңағы шұжықтарымызды қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 7-8 минут пісіріп аламыз. Айта кететін жайт, пешіңізді алдын ала ең жоғарғы қызу деңгейіне қоюды ұмытпаңыз. Мінеки балаларымыз сүйіп жейтін жұмсақ пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, өте дәмді. Жасалу жолы оп-оңай. Еңбегімді бағалап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!